Құрметті тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Гүлдер сыры 66-шы бөлімі. Мұстафа Азыраға хабарласып, Азыра, ана оңбаған саған тиіспеді ме? Болмаса екеуміз Жихан таппайтын жерге қашып кетейік деді. Мұстафа, олай мүлде болмайды. Мен ешқашан Жиханнан құтыла алмайтынымды білдім деді. Ал Зейнеп пен Серхат полиция бөлімшесіне барды. Серхат Тибет тұрған мен. Ағам мені өлтірмекші болғанда да қорғады. Тибет тұрған кезде де мені қорғады деді. Ал жан болса, сен қазір барып мойындасаң, қылмыстың барлығында сенің мойныңа артып жібереді деді. Сол кезде Зейнеп Берак Тибетті өлтірген мен айтып берем деді. Сол кезде Жихан шығып келді. Мен сол уақытта, Тибет өлген уақытта ауруханада Илкемнің жанында болған туралы бейнетаспа бар екен. Сол арқылы деді. Сөйтіп мен кінәсіз болдым деді. Ал сол кезде Жихан Серхаттан Тибетті кім өлтіруі мүмкін деді. Мен қайдан білейін деді. Ал Жихан болса кетіп баратырып, мен әке болам деп бауырларына қуанышын жеткізді. Ал Серхат Зейнепке Беракты Тибетті өлтіргені туралы айтып берем деп мені қорқытпа деді. Мен сені қорқытпаймын, рас айтам. Өйткені екеуміз бір адамбыз. Мен сені қорғауым керек. Мені сүйем деген күннен бастап сенің ісің менің жұмысым деген нәрсе жоқ деді. Осы кезде қыздар шығып қалғанда әкесі Серхат Азыраның жүкті екенін, сендердің тағы да бауырларың болатынын айтты. Қыздар қатты қуанды. Сөйтті де таңертең Жиханның үйіне барып, қыздар Азыраны құшақтап, іштегі баланы тыңдасақ бола ма деді. Азыра, ол әлі кішкентай ғой деді. Ал сол кезде әжелері Севим, әкелерің тағы да үйленіп, бауырларың болса не істейсіңдер деді қыздар. Сол кезде Илкем, әкем онсыз да үйленген ғой деді. Жоқ, енді олардың некелері жалған ғой деді. Біз Зейнеппен ажыраспаймыз апа, соны біліңдер деп ескертіп айтты. Ал Илкем болса, әкем бізге уәде берген, бізден басқа ешқандай да адам болмайды деген деді. Ал Ревика болса Мұстафаға, кеше неге далада желең отырдың, енді жөтеліп ауырып қалдың деді. Сол кезде Мұстафаға Эбру тиісті. Азырадан ала алмаған өшін сенен алады апа деді. Жау аузын Эбру, сөйлеме деді. Неге сөйлемеймін? Сен де отбасылы әйелмен тұрдың ғой, енді маған отбасылы еркекпен тұрып келдің демекшісің бе? Менің де сөзімді, айтқан сөзімді көтер деді. Сол кезде анасы, болды, қойыңдар, тоғарыңдар деді. Таңертең мектепке кетіп бара жатқан кезде Кадер бүгін аналар күні болатынын, яғни мен мектепке бармай қойсам бола ма Зейнеп әпке деді. Күнім, неге бармайсың, бару керексің деді. Аналар күніне мен өзім ана болып қатсам деді. Оны естіген Кадер қатты қуанды. Шынымен бе Зейнеп әпке? Иә қызым, мен де сенің анаңмын ғой деді. Жарайды деді. Сенің болғаның қандай жақсы деді. Ал Түләй болса Беракқа ауруханаға барам деп сұранып кетті. Ал анасы болса, сен Кадерді өтірік жақсы көретін кейіп танытып, қыздарды қызғандырып, Кадерді өзіне алып ал деді. Мен Кадерді жақсы көрмеймін апа деді. Кадерді жақсы көрмесіне жақсы көрген ұқсап, қыздарды өзіне қаратуың керек. Соны білесің бе деді. Ал Түләй келе жатқанда алдынан Эбруды көріп қалып, Эбру, сен сормаңдай болдың ғой деді. Енді не істеймін? Азыра мен Жиханның баласының ортасына түсем бе деді. Бала Жиханнан ба деді. Иә деді. Сен енді бұл үйге қалай келдің? Енді сол зәулім сарайда тұра бермедің бе? Мына үйге қалай сияр екенсің деді. Жұмысың болмасын деді. Ал Жихан Пелинге берген құжаттарының барлығына қол қойдым. Кабинетінде тұр деді. Сөйтті де Жихан Пелиннен, Тибетті өлтірген сен бе деді. Тибетті өлтірген мен емес деді. Онда кім деді. Мен қайдан білейін деді. Сенің білмейтін жердің астында, сен бәрін білесің деді. Осы кезде Жихан Пелинге әке болатыны жайлы айтты. Сен әке боласың ба? Әйеліңе не істедің деді. Әйелім сүйгендіктен оралды деді. Өтірік айтпа, әйелің сені сүймейді, ажырасқысы келеді деді. Ал Зейнеп Кадерге бара жатқанда курстасы Джем алдынан шығып,
Мен осы мектепке жұмысқа орналастым деп Зейнепке жаңалықтарын айтты. Жақсы болды ғой деді. Ал жем болса сенің ауданыңнан үй іздеп жатырмын. Кешке ата-анаңа кіріп шығам деп айтты. Алжан Перинің ойланып кеткенін көріп, сен неге ойланып кеттің деді. Жаман адамдардың ата-ана болуға қақысы жоқ деді. Неге олай дейсің деді. Бір газеттен оқыдым деді. Менде ана болуға қақым жоқ деп барлық мұңын айтты. Ал Түләй болса Серхатқа Берақтың Тибетті өлтіргені жайлы айтам деп келген болатын. Ал Серхат бірақ ештеңе білмейтін адам құсап, я айта бер деді. Бірінші ақшаны келісіп алайық деді. Жарайды деді. Ал Берақ болса мектепке ана мен бала сабағына келді. Кадерді көре, Кадер, бүгін ана мен бала сабағы болады екен ғой. Қызым, бүгін мен сенімен қатсам деді. Зейнеп тағы да не жоспар құрмақшың деді. Мен ешқандай жоспар құрмайым. Тек Кадермен сабаққа қатысқым келеді деді. Ал Зейнеп, Кадер, ботақаным, бара ғой, мен осында болам деді. Ал Түләй болса Серхатқа Тибетті өлтірген Берақ қаным. Үйде кілемдер жоғалды. Нан кесетін пышақта жоқ. Мен содан күдіктенем. Тағы бірдеңе тапсам, сізге алып кеп берем деді. Жарайды деп Серхат келіскендей болды. Мен сақ адаммын. Мен барлығында аңғарып жүрем деді. Ал Серхат жарайды деп оған ақшасын ұсынды. Ал Хаял болса Илкиімге келіп, Илкиім, апам осы мектепте екен деді. Мені көруге келген болар деді. Жоқ, сен емес. Кадердің ана мен бала сабағына қатысуға келген екен деді. Не? Деп екеуі анасын көруге барды. Ал Берақ болса Кадермен сурет салып, Кадерден бұрынғы істеген істер үшін өтірік кешірім сұрай бастады. Ал қыздары оны сырттай бақылап тұрды. Анасының жасанды тірліктерін білді. Қыздары ана мейірімі керек болса келіп, өздерің келіп хабарласыңдар деді. Апа, сен тағы не бүлдіріп жүрсің деді. Ал Серхат болса Берақты шақырып алып, Түләй Тибет туралы бар шындықты біледі. Ол бүгін маған келіп бар шындықты айтты және де ақша талап етті. Тағы да дәлел болса маған әкел деп ақша ұсындым деді. Ал Жихан болса Эбрумен кездесуге келді. Эбру, сен бұл жерге неге жаман жерді таңдадың деді. Мен кездесуге сені шақырған жоқпын, өзің шақырдың. Бай жерге баратын менің ақшам жоқ деді. Ақшаңды ұмытып кетіпсің деп ақша берді. Сен менің көңілдесің бол деп ол жайында да айтты. Ал Серхат болса анасына келіп, апа, сен өткенде неге маған өтірік айтасың деді. Апа, әкем үйден кетерінен алдын бір ай алдын әйелі қайтыс болған екен. Мен сол кезде көлікте бір баланы көрдім деді. Ол бала әкемнің баласы ғой деді. Неге сен шындықты айтпайсың деді. Иә, әкелеріңнің сендерден басқа тағы да бір ұлы бар деді. Ал Зейнеп, Кадерден бүгінгі сабақ қалай болды деді. Өте керемет, жақсы болды деді. Апамның болғанын қалайсың ба деді. Иә, анамның келіп тұрғанын қалайым деді. Сен ренжімейсің ғой деді. Жоқ жаным, сен ренжімесең мен ренжімеймін деді. Ал Зейнеп ас үйге келгенде Серхаттың Жиқанның үйінен шығып келе жатқанын көріп, Серхатқа барды. Серхат, саған бірдеңе болды ма деді. Иә, Нежат әкемнің ұлы екен. Оны апамнан білдім. Апам оны бізден жасырған. Яғни оны кішкентай кезінде анасы қайтыс болғандықтан қараудан қашқан деді. Зейнеп Серхаттан кішкентай кезіңді көрсетші деді. Сол суретті Илким екеуміз ұқсаймыз деп көрсетті. Зейнеп те өзінің кішкене кезін көрсетті. Фильмнің жалғасы бар, арнама тіркелеміз.